Бұған дейінгі репортаждарымыздың бірінде біз Қайрат Қайырбаевтан оңтүстіктен солтүстікке көшу бағдарламасын қалай жетілдіруге болатынын сұраған едік. Оның пікірінше, қоныс аударушыларды әр ауылға шашыратпай, қалаларға жақын арнайы микрорайондарға шоғырландыру қажет деп айтқан. Бұл тәсіл бейімделуді жеңілдетпек деп ойлаған. Ал солтүстікте осындай мысалдар бар ма? Я бар, қаладан бар жоғы 20 шақырым жерде орналасқан Подгорный ауылы соның айқын дәлелі. Мұнда оңтүстіктен көшіп келген 40-тан астам отбасы тұрады. Бүгін біз осы ауылға барып, оның артықшылықтары мен қиындықтарын зерттейтін боламыз. Сіз бұл ауылға қай жылы көштіңіз? 2022 жылы. Отбасымен бірге көштіңіз ба? Отбасымен бірге. Ол кезде 4 балаларым бар еді. Қазір енді осы жерге келіп 5 болды балалар саны. Отбасымен толық қамды отбасы. Үй сапасы қалай, қанағаттарлық па? Үй сапасы енді болады, өмір сүруге болады. Енді сапасы жоғары деп те айта алмаймын. Өмір сүруге болады. 2022 жылдан бері сол жерде өмір сүріп жатырмыз ғой, сол үйде. Жергілікті тұрғындармен интеграция қалай өтті, тіл табысу алдыңыз ба? Жақсы, ол жағынан. Менталитет бір айырмашылық көрдіңіз бе? Ол жағы мен өзіме қиындық туғызған жоқ. Мен қиындық болмады менде. Келе сала осы мектепке жұмысқа орналастым. Мен жақсы тіл табысып кеттім. Маған бұл жердің әріптестері өте ұнады. И адамдар да жақсы тіл табысып кеттік. Қазір Қызылжар ауданының орта мектебінде жұмыс атқарып жатырсыз. Бұл аралас мектеп қойдың бе? Бұл негізгі мектеп, негізгі мектеп. Бұл жерде 9 сыныпқа дейін оқиды балалар. Мен өзімнің үлкен ұлым былтыр 9 сынып оқиды. Бітіріп, жақсы бітірді бұл жерде. И қазір Мажан Жұмабаев атындағы жоғары колледжде оқып жатыр. 2-ші курс студенті. Осында орналасқанда жұмыс бойынша бір көмектесті ме, әлде жұмысты өзіңіз таптыңыз ба? Енді солтүстікке келіп көрмегенмін ғой. Мен өзімнің туған сіңілім менен бұрын осы жерге келген. Осы жерге мынау балабақшада жұмыс істейді. Осы жерде балабақшада жұмыс істеп жүріп, математика мамандығына, жаңа физика мамандығына сұраныс осы жерде бар дегеннен кейін мен соны естіп, сол арқылы келдім. Онда мен осы жерге келейін. Негізі маған бұл жердің ауа райы ұнайды. Бір жақта өте ыстық ауа райы. Сол ыстыққа мен денсаулығым жағынан сыр бере бастағаннан кейін уже салқынға қарай мен ығыстым. Және де өз балаларымның болашағы үшін ығыстым мен негізі, шыны керек. Өз әр адамда бір мақсат болады өзі. Балаларым өсіп қалған, оқыту мәселесі. Сол оқыту мәселесі бір жақта сәл қиындау негізі, шыны керек. Оңтүстік жақта ол жағы қиын ғой. Көбісі көшкенде көшіп келушілерді әртүрлі ауылдарға апарады, ал сіз Подгорный ауылында тұрасыз, яғни шоғырланған кішкентай микрорайон деп айтуға да болады. Сіздің ойыңызша осындай микрорайондарды қойылған дұрыс па, әлде адамдарды әртүрлі ауылдарға апарған жөн бе? Жоқ, негізі бір жерге шоғырландырған дұрыс. Біздікі өте жаңағыдай бізге жайлы. 40 үй бір жерде, оңтүстіктің адамдары жаңағыдай. Енді былайша айтқанда біз қазір бір үйдің бір туысқандары сияқты араласамыз бірімізбен. Күшті. Туысқандар. И біз солтүстікке келіп отырсақ та, жаңағы теріскей деп айтады ғой бір жақта. Қазақстанның мына шетіне келіп отырсақ та, біз өзімізді жаңағыдай бір айдалада қалып кеткенде сезінген жоқпыз. Ассалаумағалейкум, көрермен қауым. Мен есімім Әмбия Солтан боламын. Осы солтүстікке келгелі 1 жыл асты. Ұнап жатыр, көмектерін беріп жатыр, үй берді. Қай жақтан келдіңіз? 5 балам бар, сол балаларды оқытайын деп келген, Моңғолиядан келген. Жақсы, ұнап жатыр енді. Солтүстіктегі климат сізге қалай, менталитет? Солтүстік жақсы, ауа райынша жақсы. Бізге ұнап жатыр өзіміздің. Негізі Моңғолияның ауа райымен негізі ұқсастау. Бейімделу жағынан бір мәселелер туындап? Онда ешқандай болған жоқ, енді осы. Бар көмегін беріп жатыр. Жергілікті тұрғындармен бейімделу қалай өтті? Бұл жақсы, бәрімен араласып,
құраласып жатырмыз. Жұмыс шаруамызды істеп. Немен айналысасыз? Мен сол қазір ана ағаш тілетін заводты істеп жатырмын. Тақтай тілетін. Жұмыс бар иә негізі. Жұмысқа алың. Сол жерге көшудің мақсаты не болды? Не себебі не болды? Көшу мақсатым сол балаларымды оқытайын деп тұрмын. Осы жаққа әйтпесе Мыңғырларда жақсы отырған. Мен қырда отырған болатын. Сондықтан балаларым кішкене көзін ашайын деп осында келгем. Қазір жергілікті мектепте оқып жатыр. Ол екі балам университетте қалада оқып жатыр. Күшті. 3 балам еш жерде оқып жатыр мектепте. Сосын ешім жұмыста. Сонымен сөйтіп жатырмыз тіршілігімізді істеп. Жақсы рахмет аға, сәттілік ісіңізге. Осылайша қоныс аударушылар тек баспанамен қамтылып қана қоймай, ортақ қауымдастық құрып, жаңа өмірге тезірек бейімделуге мүмкіндік алады. Бұл аудан қоныс аударушылардың сәтті интеграциялауының айқын үлгісі деуге болады.